Достар, бақа мен балықтың қызықты әңгімесін білгілерің келе ме? Онда бірге көрейік. Өзі балпақ, басы жалпақ, бұты талтақ, бір бақа көл жағасындағы көгалда жүрген. Ол секіре-секіре көл шетіне келіп, мөлдір суға қызыға қарап отырды. Сол сәтте оның алдына ақшабақ деген таныс балығы жүзіп келді. Ол судан басын шығарып, аузын бір жауып, бір ашып тұрып: Саламатсың ба, Бақатай? «Сәлем, ақшабақ, сәлем!» деді бақа да тамағы бүлкілдеп, табан ете бір қозғалып қойды. Бақатай, кешелі бері көрінбей кеттің ғой, бір жаққа бардың ба? Алыс ешқайда барғаным жоқ. Осы жағалаудағы жайылымда жүрдім. Жайылымда сендер осы шөп жейсіңдер ме? Жоқ, ақсіздер шөп жемейміз. Енді не жейсіңдер? Біз кәдімгі құрт құмырсқа, маса шыбын, өрмекш қоңыз жәндіктерді жейінді. Сондықтан да адамдар бізді жыртқыштар қатарына жатқызады. Судан сырт жерде жүргенде қатты шөлдейтін шығарсыңдар, Шөлдейміз әрине. Осы сендер суды жалап ішесіңдер ме, әлде сіміріп ішесіңдер ме? Біз суды жалапта, сіміріп те ішпейміз. Енді қалай ішесіңдер? Сыртымыздағы жұқа терімізбен ішеміз. Яғни үсті басымыз жаңбыр жауып су болса да, су ішінде жүзіп жүрсек те, су біздің денемізге тері арқылы сіңеді. Мыналарың қызық екен, Бақатай, деп балық оған кәдімгідей таңғалыс білдірді де, енді басқа бір жайды сұрады. Осы біз сендерді жаз бойы жиі көреміз де, қыс мезгілінде мүлде кездестірмейміз. Қыста сендер бір жаққа кетіп қаласыңдар ма? Жоқ, ақшабақ, біз ешқайда кетпейміз. Осы өз мекенімізде қыстаймыз. Біз ғой қыста ақ қар, көк мұз құрсаулаған су ішінде жүре береміз. Ал сендер сонда қайда боласыңдар? Біз бе? Біз бір нәрселердің астына, індер мен қуыс кеуектерге кіріп алып, қимылсыз жатамыз. Қақаған аязда қатып қалатын кезімізде болады. Бірақ көктем келіп, күн жылынғанда қайта жанданып сыртқа шығамыз. Жерде жүреміз, секіреміз, суда жүземіз. Балық досым, біздер хормен әнде айтамыз. Қаласаң тыңдап көр. Иә, рахмет, тыңдайық. Бақа, бақа, балпақ, басың неге жалпақ, темір телпек көп киіп, басым содан жалпақ. Бақа, бақа, балпақ, көзің неге тостақ, қырдан алыс көп қарап, көзім содан тостақ. Бақа, бақа, балпақ, бұтың неге талтақ, көп отырдым ерініп, бұтым содан талтақ. Көл жағасында секіріп, Ән саламын шаттанып. достарыммен қосылып, Хор айтамыз жап-жары. өзен көл бұлақ басында бір-бірімізге қосыла әндетіп хор айтамыз. Міне, біз осындаймыз, достым. Ой, Бақатай, сендер расында ерекше екенсіңдер ғой. Суда да, құрлықта да өмір сүресіңдер. Табиғаттың әр жаратылысы өзінше ғажап екен ғой, Бақажан. Дұрыс айтасың, ақшабақ. Әркім өз ортасына бейімделіп өмір сүреді. Сен суда еркін жүзесің, ал мен суда да, құрлықта да тіршілік етемін. Табиғат бәрімізді әртүрлі етіп жаратқан ғой. Осы кезде бұлардың қасына қармақ салып, балық аулап жүрген балалар келіп қалды. Бұлардан қорыққан бақа шолп етіп суға секірді де, балық та жалп беріп көзден ғайып болды. Ертегі ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Тағы да қызықты ертегілер алда.